Пойыздағы тамақтан паразит жұқтыру қаупі өте жоғары. Пойызда сатылатын палау, самса, манты, котлет сыртынан қарасаң тәбетті ашады. Алайда көп адам олардың қаншалықты қауіпті екенін білмейді. Пойызда сатылатын тағамдардың көбі холодильникте бірнеше сағат, тіпті кейде бір күн бойы тұрған тамақ. Кейбіреулері ол тамақтарды қайта-қайта жылытып сатады. Осылай тағамдар дұрыс сақталмайды. Соның әсерінен паразиттер мен бактериялардың өсуіне ең қолайлы орта пайда болады. Ал көп адамдар пойызда жеген тамақтан кейін 6 және 12 сағаттан соң жүрегі айнып, іші өтіп, қызуы көтеріліп кететінін айтады. Бұл жай улану емес, кей жағдайда ішек инфекциясы мен паразиттік инфекцияның басталуы болуы да мүмкін. Егер тағамда паразиттердің цистасы болса, ол сіздің ішіңізге түскен соң өте жылдам белсенді паразитке айналады. Ал пойыздың температурасы оларға нағыз жылы инкубатор. Ең қауіптісі, бұл паразиттер бірнеше кезекте бауырды, өт жолдарын, ішекті зақымдайды. Кейбір лямбля, амеба сияқты паразиттер ұзақ уақыт бойы созылмалы, шаршау, тері проблемаларын және аллергия тудырады. Іш қату, іш өту, бөртпе, жағымсыз иіс, ауырлық көбіне осындай бір реттік дұрыс емес жерден сатып алынған тамақтан басталады. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген сөз бекер айтылмаған. Ағзаңызды әрқашанда қорғап жүріңіз. Ішкі тазалықты бірінші орынға қойыңыз. Сонда денсаулығыңыз да жақсарып, кез келген ауруға төтеп бере аласыз. Біздің орталықта сіздерге ағзаны толық тазартуға көмектесеміз. Толық ақпарат алу үшін WhatsApp нөміріне жазыңыз: 802 807 0294.